Сәлеметсіздер ме? 7 сынып алгебра 4 тоқсан божб 1 тапсырмасы. Бұл А деңгейінің есептері тағы да нұсқалары шығатын болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бірінші нұсқаның бірінші есебі келесі алгебралық бөлшек үшін, яғни бізге 5х қосылған 6 бөлінген 3х минус 9 деген алгебралық бөлшек берілген екен. А тапсырмасында айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні анықталмайды дейді. Енді бөлшектің бөлімі 0 болған жағдайда анықталмайды, иә? Сондықтан мен бөлшектің бөлімін 0-ге теңестіріп, x-ті табамыз. Сонда 3x-міз тең болады 9-ға, x-міз тең болады 3-ге. Яғни айнымалының мәні 3-ке тең болған кезде алгебралық бөлшектің мәні болмайды. Енді в тапсырмасы. Айнымалының қандай мәнінде алгебралық бөлшектің мәні 0-ге тең болады? Мәні 0-ге тең болу үшін, яғни біз бөлшектің алымы 0-ге тең болу керек. 5х қосылған 6 тең 0. Осы жерде мен x табам. 5х тең болады минус 6-ға, x-міз тең болады минус 5-тен 6-ға. Келесі екінші есеп. Амалдарды орындаңыздар дейді. А тапсырмасында алдымен берілген жазайық. Мұнда а квадрат минус в квадрат, а квадрат қосылған в квадрат алымында минус в минус а алымында в минус а плюс в алымында в. Осы жерде мен жерге жазайын. А квадрат қосылған кешіріңіздер минус в квадрат, ол бізде болады а минус в, а плюс в деген бізде қысқаша көбейту формуламыз бар. Біз енді осылай жазып алайық. Сонда а квадрат минус в квадрат, а квадрат қосылған в квадрат минус, мына жерде бөлшектің бөлімінен мен минусты шығарамын. Яғни а минус в алымындағы минуспен плюс болып кетеді. Сонда мына жерім в болады. Минус а плюс в-дан в болады. Ал енді бізде не жетпей тұр? Мынау екінші бөлшекке а плюс в жетпей тұр бөлшектің бөлімінде, ал үшінші бөлшекке а минус в жетпей тұр. Сонда біздің бөлшектің бөлімі ол а квадрат минус в квадрат деп жаза аламыз. Енді алыммен жұмыс жасаймыз. Бірінші бөлшекте а квадрат қосылған в квадрат. Ал енді екінші қараңыздар, в-ны а-ға көбейтемін және в-ға көбейтіп жазамыз. Сонда қосылған а көбейту в, қосылған в квадрат. Енді екінші в-ны а-ға көбейтемін және в-ны в-ға көбейтемін. Енді алдында бөлшектің алдында минус болғандықтан таңбалар қарама-қарсыға өзгереді. Сонда минус а в қосылған в квадрат. Енді осы жерден а-ларымыз қысқарады. Сол кезде бізде қалады бөлшектің бөлімінде а квадрат минус в квадрат, алымында а квадрат қосылған, бізде қараңыздар в квадраттан 3, яғни алдында коэффициенттерін қосатын болсақ 3в квадрат. Келесі в тапсырмасы. Берілген жазайық. 2xy квадрат 3x минус y бөлінген xy куб бөлінген 9x квадрат минус y квадрат көбейтілген. Мұнда 2y 3x қосылған y. Енді қараңыздар, мен жерге жазайын 9x квадрат минус y квадрат деп отырғанымыз жоғарыда формула бойынша 3x минус y 3x плюс y деп екі жақшаға жіктеледі. Енді бөлшектің арасы, қараңыздар, алгебралық бөлшектің арасы бізде бөлі болса, біз ондай кезде қысқарта алмаймыз. Сондықтан біз оны көбейтуге айналдырамыз. Көбейтуге айналдырған кезде бірінші бөлшегіміз өзгеріссіз жазылады. Сонда 2xy-тің квадраты бөлімінде 3x минус y. Көбейту амалына айналды, бірақ екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орны ауысады. Сонда 9x квадрат минус y квадратымыз алымына шығады. Біз оны екі жақшаға жіктедік. Сонда 3x минус y 3x плюс y деп жаза аламын. Бөлшектің бөліміне x, y кубты жазамын. Көбейтілген 2y бөлінген 3x плюс y. Енді қараңыздар, қысқарту амалын жасаймыз. 3x плюс y-тарымыз қысқарады. 3x минус y-тарымыз қысқарады. Қараңыздар, x пен x-міз қысқарады. Мына жерде x пен x-міз қысқарады. Және y квадрат y-тің мына жерде бір дәрежесі бар. Бөліміндегі y куб пен y-тарымыз да қысқарады. Сол кезде бізде қалады тек 4 деген жауабымыз. Келесі үшінші есеп.
Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Бұл жерде қараңыздар, мен берілгенін жазып отпайын, осыдан бірден теңдеймін. Енді бірінші жақшаны бірінші амал деп жазамыз, екінші жақшаны екінші амал, үшінші біз көбейту амалын орындаймыз. Ал енді жазайық. Енді бірінші жақшаны бірінші амал жақшаның ішін орындаймыз. Сонда а минус а плюс в алымында а квадрат қосылған в квадрат. Енді мынау аның бөлімінде бір бар деп ойлаймыз. Сол кезде біз ортақ бөлім а плюс в-дан береміз. Сонда бөлшектің бөлімінде ортақ бөлім а плюс в-ға келтірдік. Аны аға көбейтетін болсақ а квадрат, аны в-ға көбейтсек а көбейтілген в болады, минус а квадрат минус в квадрат болады. Осы жерде а квадраттарымыз қысқарады. Сонда а қосылған в, бөлшектің алымынан мен в-ны жақшаның сыртына шығарамын. Сонда а минус в қалады. Бір бөлінген в қосылған а минус в-дан 2. Бөлшектің ортақ бөлімге келтіреміз. Мұнда а минус в, мұнда в-дан береміз. Сол кезде бізде бөлшектің бөлімі в, а минус в-ға келеді. Ал мұнда а минус в қосылған 2в. Сонда бөлшектің бөлімі в көбейтілген а минус в, алымында а плюс в қалады. Енді үшінші жолымыз, үшінші амалымыз бізде көбейту. Яғни бірінші жақшаны екінші жақшадан көбейтеміз. Сонда бірінші жақшадан бізде а қосылған в, алымында в көбейтілген а минус в шықты. Көбейтілген бөлшек екінші жақшадан бізде а қосылған в бөлінген в көбейтілген а минус в шықты. Енді арасы көбейту болғандықтан біз қысқарту амалын жасаймыз. Яғни а плюс в-мыз қысқарады, а минус в көбейтілген в-ларымыз да қысқарады. Сонда бізде 1 деген жауабымыз қалады екен. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.